Үшінші бөлім. 18-ші тарау. Мартин социалист жиналысына барып, көпшілік алдында сөйлеген. Оның сөздері көптеген реакцияларды тудырған. Онда үлкен талқылау болған. Онда сол адамдардың не туралы айтқанын түсінбеген бір жас репортер болған. Бірақ ол революция деген сөзді естіген. Және ең көп дүрлігу тудырған адам Мартин болғандықтан, репортер не түсінген жазып, сол сөйлемдерді Мартиннің аузынан шыққандай жазған. 39-шы тарау. Келесі күні Мартин өз атын газетада көрген. Репортер Мартиннің Окленд социалистерінің лидері екенін жазған. Мартин өз бөлмесінде Бриссенденмен бірге отырғанда, оларға сол репортер келген. Бриссенден Мартинге осы репортерді ұруды ұсынған. Мартин мен Бриссенден репортерді ұрған жоқ. Бірақ олар оны көтінен шапалақпен тартып жіберген. Репортер жылап, оларға «Мен сендерді сол үшін тұтқынға саламын» деп кеткен. Келесі күні Мартин газетада өзі туралы жаңа ақпаратты тапқан. Репортер Мартинді, оның бөлмесін, Бриссенденді барлығын жаман түрде сипаттаған. Оған қоса репортер Мартиннің екі күйеу балаларынан интервью алған екен. Екеуі де Мартинді жұмыс істегісі келмейтін адам деп сипаттаған. Осы сәтте Мартиннің ашуы келген. Руф оған хат жіберген. Хатында ол келесі нәрсені жазған. «Менің көңілім қалған. Мен сенің маған махаббатын, саған байыптырақ өмір салтын сүруге жеткілікті деп ойлағанмын. Әке-шешем біздің үйлену тойын болдырмады. Егер сен нормальны бір жұмысты тапсаң ғана». «Жоқ, осылай болмады. Мен сені кінәлап тұрған жоқпын. Сен өз табиғатына сәйкес әрекет еткенсің. Бұл жай ғана қате болған. Мен әке-шешем айтқандай, біз бір-біріне жараспаймыз. Мені көруге тырыспа. Бұл қуанышты кездесу болар алмас». Болды. Осыны оқығаннан кейін Мартин жауап берген. Ол өзінің жиналыста айтқанынан ең маңызды жерлерін жазып, соңында «Жауап берші, сен мені әлі де сүйесің бе?» деп жазған. Ертең және бүрсігүні Руфтан жауап келген жоқ. Мартинда инсомния болған. Яғни Мартин ұйықтай алмады. Ол Руфтың үйіне 3 рет қоңырау шалған, бірақ олардың қызметшісінен отказ алған. Бриссенден отелінде ауырған және Мартин оны мазалағысы келмеген. Репортердің жазғаны Мартин репутациясына өте қатты әсер еткен. Тек қана Мария ғана оған әділ қалған. Және Марияның балалары көшелерде Мартин намысын қорғаған. Үйге көгерген көз бен қанды мұрындармен оралған. Мартин көшеде Гертруданы кездескен. Гертруда Мартинге жұмыс табуға айтқан. Мартин оның ұсынысына отказ берген. Мартиннің миына келесі ой келген. Топас құлдар өз құлдығына табынған. 40-шы тарау. Мартин көшеде Руфты кездескен. Мартин Руфтан олардың ажырасу идеясына Руфтың өзі келді ме деп сұраған. Руф «иә» деп жауап берген. Және ол Мартинге оның кесірінен Руфтың достары Руф туралы сөйлесіп жүрген шығар деп айтқан. Мартин айтқан: «Достар мен өсек махаббаттан күштірек болар ма екен? Сен мені ешқашан сүймегеніне сене алмай отырмын». Руф Мартиннен жайғына кеткен. Бірнеше апта бұрын Мартин Бриссенденнің бір поэмасын журналдарға жіберген. Мартин көшеде Руфты кездескеннен 5 күн өткеннен кейін Мартинге Бриссенденнің поэмасы журналдарға қабылданғаны туралы хат келген. Онымен қатар журналдар поэма үшін Бриссенденге $350 беруге дайын екенін жазған. Мартин Бриссенденге осы жаңалықты айту үшін Бриссенден жатқан отельге келген.
Отельдегі жұмысшы Мартинге Бриссенденнің қайтыс болғанын айтқан. Бриссенден өз бөлмесіндегі төсегінде жатқанда өз басына атқан. Мартин үйіне келіп, өз шармасына көшкен. Ол 3 күн бойы тамақ жеген жоқ. Шарманы бітірісімен ол төсегіне жатып, бірдеңе айта бастады. Мария оған келіп, оған көженің бір порциясын берген. Мартин оны жеген, бірақ галлюцинация көре бастап, ұйқыға батты. 41-ші тарау. Мартин шармалары үшін кішкене ақша тапқан, бірақ оның қарыздары көп болған. Бір сәтте ол өзінің өмір сүру салтын өзгерген. 15-20 цент тұрған таңғы асты жеудің орнына ол кафеге барып, онда $2 жеген. Оған қоса официантқа 25 цент шайлық, яғни чаевые берген. Арзан темекі орнына ол $0,5 тұрған египеттік темекіні алған. Бұл Руфтың оған темекі шегуге тоқтауды сұрағаннан кейін Мартиннің ең алғаш рет темекі шеккен кезі болған. Назар аударыңыз, темекі денсаулыққа зиян келтіреді. Мартин әр күні 8 сағат ұйықтаған. Ол оқыған жоқ, жазған да жоқ. Ол жаңа дос табуға тырысқан жоқ. Бриссенден поэмасы атақты болған, бірақ көптеген адамдар оны ұнатпай, жаман сөздерді айтқан. Мартин күлген де жоқ, ашуланған да жоқ. Ол жай ғана уайымды болған. Бриссенден журналдар туралы дұрыс ойлаған. Мартин бірнеше жылын журналдарға арналған, және ол сол жылдарын босқа кетірген. Осы сәтте барлығы өзгерген. Бір сәтте Мартиннің барлық шармалары журналдарда қабылдана бастанған. Мартин бірнеше $100 алғаннан кейін банк шотын ашқан. Ең соңғы рет Гертруда Мартинге $5 қарызға бергенде, Мартин оған Гертрудаға 100 есе көп беретіні айтқан. Мартин осылай істеген, қазір оның ақшасы көп болған, және ол Гертрудаға $500 қайтарған. 42-ші тарау. Мартин жұмысшылар табынан шыққан. Ол өз таптастарымен бірге кездесуді шешкен. Ол пикникке барған. Осы роман басында Лизи Коннелли таныстырылған болатын. Енді Лизи осы пикникте болған, және ол үшін төбелес болған. Лизи Мартинге оған симпатиясын көрсеткен. Мартиннің ескі достары төмен сапалы сыраны ішкен, және олар Мартинді жылы қошеметтеген. Мартин оларға қосылғысы келген, бірақ олар Мартинді түсіне алмады, және Мартин де оларды түсіне алмады. Өйткені Мартин мен осы жігіттердің айырмашылығы, Мартин оқыған мыңдаған кітаптар болған. 43-ші тарау. Мартиннің шығармаларынан табыс тапқан. Оның бір философиялық эссесі алдымен 1500, кейін 3000, кейін 5000 копия мөлшерінде сатылған болатын. Ол осы шығарма француз, неміс және скандинавиялық тілдерге аударылған. Баспалардың біреуі Мартинге 10 жылға контракты ұсынған. Мартин даңқы өскен. Мария Силва Мартинге өз бөлмесін жалға берген ғой. Осы пәтер Марияның меншігі болған жоқ. Сол пәтердің өз иесі болған. Енді Мартин сол пәтердің иесін Мариямен таныстырды. Соңында сол пәтер Марияның меншігіне айналды. 25-ші тарауда Мартин Мариямен бірге Марияның армандары туралы сөйлесті ғой. Мария оның сүт фермасы иелену арманы бар екен айтқан. Енді Мартин Марияның пәтерінен көшіп, оған сүт фермасының иесі болуға көмектескен. Марияның балаларында аяқ киім пайда болып, олар мектепке бара бастады. Марияның банк шоты да өсе бастады. Мартин журналдарды жек көрген, бірақ кейбір жазушылар Мартинмен кездесу үшін үлкен арақашықтыққа сапар шеккен, және Мартин олармен кездесуге келіскен. Мартин интервьюлерді берген, және буржуазия табынан кездесуге шақырулар ала бастаған. Мартин барлығын кешірген, тіпті әлгі жас
репортерді де. Өйткені Мартинге бәрібір болған. Роман басында Мартин Руфтың деңгейіне дейін көтергісі келді ғой. Енді тура осылай Лизи Мартиннің деңгейіне дейін көтергісі келген. Лизи Мартин үшін бизнес колледжі мен түнгі мектепке барған. Бірақ Мартин Лизиге ешқандай үміт берген жоқ. Мартин Лизині френдзонада қалдырды. Тіпті баяғы жоғарғы сот төрешісі Блаунд Мартинді өзіне шақырған. Блаунд Мартинді Руфтың үйінде көрді ғой. Неге Блаунд Мартинді сол кезде шақырмады? Неге қазір? Сол сұрақтар Мартиннің ойына келген. Мартинге журналдардан көптеген өтініш келген. Бұрында Мартинге отказ бергендер енді өздері Мартиннен автоматты түрде отказ алған. Бірақ Мартин бұқараны құрметтемеді. Мартин Брисенденнің эссесін ұнатты және сол эссенің шедевр екенін білген. Сол эссе әрқашан отказ алған. Және бір сәтте кездейсоқ түрде ол басылып танымал болды. Бұқара соны оқып, оны түсінген жоқ. Бірнеше адам сол шығарма жаман екенін айтты. Басқалары да соны қайталаған. Мартин шығармаларда кездейсоқ түрде көп мөлшерде басылып танымал болды. Бұқара соны да түсінген жоқ. Просто бірнеше адамдар Мартин шығармалары жақсы екенін айтқан. Тура осылай басқалары да осылай ойлай бастаған. Мартин мен Брисенден айырмашылығы жай ғана тағдырда ғана болған. Ағылшынша айтсақ, it was just a matter of chance. 44-ші тарау. Мартиннің күйеу баласы Бернард Хиггинботам оны шақырған. Мартин оған ақшамен көмектескен. Онымен қатар тамақ дайындау, кір жуу, үй тазалау және тағы басқа қызықсыз және ауыр жұмысты Гертруда жасамас үшін Мартин оларға $7,000 чек берген. Мартиннің басқа күйеу баласы Херман фон Шмидт. Мартиннің кейбір кітаптарын оқып, Мартинді оқитын адамдарды топас болып санаған. Бірақ Мариан Херманға тұрмысқа шыққан кезінде Мартин Мариан үшін поэма жазды ғой. Херман соны ұнатпады. Зато қазір Мартин танымал болғанда Херман газеталарға Мартиннің сол поэмаға шабыт болған, оның әйелі Мариан екенін айтқан. Сол үшін Херманға кейбір жеңілдіктер берілген. Мариан соны көріп, Херманға Мартинді оларға шақыруды ұсынған. Олар Мартинді шақырған. Бірақ Херманның бір жақсы жері, өзі кедей болса да, ол Мариан ауыр жұмыс жасамасын деп, өзі үйге қызметкерді жұмысқа алған. 45-ші тарау. Енді ең қызығы. Чо там Руфпен не болған? Мартин енді ательде тұрған. Руф ательге келіп, мен сені әрқашан сүйгенмін деп айтқан. Мартин айтқан, мен даңқым сенің махаббатыңды өзгерткен. Руф айтқан, соны ұмыт. Барлығын жаңа беттен бастайық. Мені кешір. Мартин айтқан, кешірмеймін. Қазір сен мені сүюді және маған тұрмысқа шығуды қалайсың. Бірақ мен өзгерген жоқпын. Осы сәтте Мартин барлығын түсінді. Ол тек қана идеалдандырылған Руфты сүйген. Бірақ Мартин буржуазиялы менталитеті бар шын Руфты ешқашан сүйген жоқ. Тыныштық. Руф айтқан, мен сені жеткілікті түрде сүйген жоқпын. Мен сенің нанымдарыңды түсінген жоқпын. Қазір мен түсіндім. Сенің ішкенің және темекі шеккенің сенің табиғатының бір бөлігі болған. Қазір мен соны түсіндім. Руф жылай бастаған. Мартин Руфты құшақтап, барлығы кеш екенін айтқан. Мартин Лизинің сөзін еске салған. Мартин ойлаған, мен аурумын. Мәселе денемде емес, миымда және жанымда. Мен бүкіл құндылықтарымды жоғалттым. Мен ештеңе туралы уайымдамаймын.
Маған барлығы бәрібір. Руф айтқан: әлі кеш емес, мен саған махаббатым менің буржуазия табымнан күштірек екенін дәлелдеймін. Мен өз әке-шешемді қалдырамын. Тыныштық. Руф айтқан: маған қарашы. Мартин оған қарады. Ол Руфты құрметтеді, бірақ Мартиннің ешқандай ықыласы болмады. Мартин айтқан: мен аурумын, өмір мені толтырғаны соншалық, менің ештеңеге де ықыласым жоқ. Мартин Руфты оның үйіне дейін апарған. Олар қолдары арқылы қоштасқан. Міне осымен олардың қарым-қатынастары біткен. Отельге барар жолында Мартин Джоны кездескен. Джо бомж болып жүрген, және ол Мартиннен ақша сұраған. Мартин оған ақша беріп кездесуге келіскен. Кейін Мартин өзінің сүйікті оңтүстік теңіздеріне аттануға шешім қабылдады. 5 күннен кейін аттануды шешті. Мартин төсегінде тез ұйқыға шомды. Оның миы әсерге өлі болған. Ұйқы Мартин үшін забвениеге айналды. Мартин өртеумен, яғни сожалениемен оянған. Өмір Мартинді зеріктірген, және уақыт Мартин үшін азапқа айналған. Осымен 3-ші бөлім біткен. 4-ші бөлімге сілтеме бұл жерде болады.